Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бір ел, бір кітап республикалық акция аясында Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдері мен қанатты сөздерін оқу челленджін Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ғылыми кітапханасы ақпараттық библиография бөлімі, сирек кітаптар мен қолжазбалар бөлімінен қабылдап алдық. Ахмет Байтұрсынұлы. Көк есектерге. Не жазып ем, Құдай-ау, мен қазаққа, мұптыла ғып салғандай бұл азапқа, адамшылық есебіне кірісіп, қолы жетсін дегендік пе азатқа. Жөн көрсеттім қазақ деген намысқа, жол сілтедім жақын емес алысқа. Өзге жұрттар өрге қадам басқанда, дедім сен де қатарыңнан қалыспа. Бар ма қазақ мұнан басқа қылғаным, нені шаштым, нені бұздым, бұлғадым. Аштан өлген аталарың бар меді, тамақ үшін сатқан иттер иманын. Көң тасыған көк есектер бәріңе, қалдырмастан жағалай жас кәріңе, үрім бұтақ нәсіліне қалғандай нық басылар кетпейтін мөр тәніңе. Бәрінді де іздеп қарап көрермін, тапқанымды тастамаспын терермін. Милат үшін еңбектері сіңген деп, өсиет қып кейінгеге берермін. Асықпандар, артымызда қазы бар. Тергеп талай сүйектері қазылар, пайғамбарды сатып отыр тіл алған, Яхудамен бірге аттарын жазылар. Қинамайды абақтыға жатқаны, қиын емес дарғасқаны атқаны, маған ауыр осылардың бәрінен өз аулымның иттері үріп қапқаны. Ал енді Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдері мен қанатты сөздерінің оқу челленджін ғылыми кітапхананың оқырмандарға қызмет көрсету бөліміне жолдаймыз.